Habibi, come to Dubai. Assalamu алейкум. Ал біздер Дубайға келдік. Біз бұл қалада 5 күндей боламыз. Ал влогты бастайық. Дубай Маринаға қарама-қарсы осындай Армада Авеню деген жерге қоныстандық. Бұйырса осында 5 күн болатын боламыз. Алда өте қызықты сапарлар болады. Бұйырса осы блогты соңына дейін қараңыздар. Армада отелінде біздің қоныстанған номерімізді көрсетейін. Рум-тур кеттік. Бастаймыз. Уборныйдан бастайық. Қарапайым раковина, унитаз. Бұл жерде ванна екен, еще плюс душевой бар. Өте әдемі, жинақы. Ары қарай. Мына жақта кеңейтілген 2 диван. Сондай-ақ бізде бала болғандықтан осындай қосып берді. Бұл болмағанда негіз бөлме өте кең. Ары қарай мына жерде астында холодильник, үстінде тефаль, су, бір зуын ішіп қойдық. Кофе, шай, шекер, сол сияқты нәрселер. Стакан, салфетка және де мен. Сондай-ақ мына жерде шкаф, шкафтың ішінде сейф, түрлі нәрселер, біздің киімдер. Мына жерде қосымша жарықтар орналасқан, өте әдемі. Біздің бөлме негізі өте әдемі. Мына жерде телевизор орналасқан. Жалпы отырып айнаның алдында қожа ұқсап сөйтіп отыруға арналған. Мына жерде сүлгі, мына жерде өзімен өзің отырып әңгіме етіп, газет оқып, кітап оқып отырсаң да болады. Ал былай қарай кірсек, балкон, демі витпен осындай вит ашылады. Мына жерге отырып шай ішіп, тамақ ішіп, темекі шексең де болады, бірақ біздер темекі шекпейміз. Бұның бәрі әрине әзіл. Өте керемет номер. 4 жұлдызды Армада отелі, Армада Авеню деп аталады. Дубай Маринада. Дубай Марина сауда орталығына қарама-қарсы жерде орналасқан. Ішінде барлығы бар. Утюг десеңіз, утюг, сүлгі, сабын, шампунь, гель для душа барлығы керек. Ұсақ түйектің барлығы бар. Сондықтан рекомендациям бойынша келуге сіздерге ұсынам. Өте жақсы, жайлы отель. Ана жердегі Дубай Маринаға жету үшін 2 километр жолдардан өтіп келе жатырмыз. Себебі Дубайда көбіне пешеходтар, яғни жаяу жүргіншілерге арнап жағдай жасалған, көбіне машиналарға жасаған. Пешеходтар мүлдем жоқ төсекте болады, аз. Сол себептен де машиналар, көліктер емін-еркін 100-бен, 120-мен, құрсын әпшелер 100-бен, 120-мен жүре береді. Ол да жақсы шығар бәлкім. Жолдың ар жағынан метро арқылы өтіп жатырмыз. Мынандай тіп-тіке эскалаторлар бар бұл жақта. Жүрген кезде біраз жолды үнемдеп тезірек жүруге болады осы арқылы. Бұл жақта тұратын жергілікті халықтың көпшілігі басқа елден көшіп келгендер, яғни айта кетсек жаңағыдай Пакистан бар, Филиппиндар, Үндістаннан көшіп келген, жалпы жұмыс жасауға келген үндістер өте көп. Мен ойымша Үндістанда тұрсам мынандай болады. 3 вариант болады сияқты өміріңде. Я Үндістанда қаласың, сол Ганга өзенінен шомылып дегендей ғой жаңағыдай. Либо Қазақстанға барасың, жаңағыдай Асфендияровта оқисың, медицинада. Или 3-ші вариант Дубайға келіп жұмыс жасайсың деген сияқты ғой. Себебі Дубайға келгенімізге уже 3-4 сағат өтті. Курьерлер де, отельде жұмыс жасайтындар, таксистердің көп бөлігі сол индустар, бірден байқауға болады. Истерінен де. Қазір Дубай Маринаға келіп жатырмыз. Іші осындай екен. Біздің киіз үйдің формасына жасалған. Бәрі біздікіне істей берсең. Дубай Маринада осылай Макдональдс жеп отырмыз. Ең бастысы халал. Халал десем білмеймін. 2 бургер, 2 кола, үлкен фри, наггетстер бар. Шамамен осындай комбо 6200 теңгеге шықты. Қазақстанмен салыстыра айтқанда шамамен ұқсас деп айтуға болады. Бірақ бәрін жақсы екен. Жағынан халал болғасын шығар. Біздер Соба Рилти деген метро станциясынан Бурдж Халифаға қарай, яғни Дубай Мол станциясына қарай бара жатырмыз. Бұйырса әлемдегі ең үлкен ғимаратты өмірімде 2-ші рет көруге бара жатырмын. Сонда да алғашқыдай сезім болады деген ойдамын. Қазір әйгілі Бурдж Халифаның қасында осындай әдемі отандық қойылымға келдік. Өте әдемі.
жиналған мында туристер саны өте көп. Және де алдарыңызда әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа, сондай-ақ әлемдегі ең үлкен сауда ойын орталығы Дубай Молл. Егер осылай Дубайдың әдемі көшелерінде, әдемі ғимараттарына, әдемі экскурсия жасағың келсе, онда менің инстаграмыма өт. Сол жақта көптеген жаңалықтар айтып жатырмын. Бұйырса авторлық турым Дубайға жарық көрмек. Бізбен бірге болыңыздар, бұйырса өте қызық болады. Бүгін мына жерде, жалпы бүгін емес, күнделікті осы жерде мыңдаған адамдар, мыңдаған туристер келіп, күнделікті осы фонтанның қойылымдарын қарайды. Бірақ ойлап қарасақ, мыңдаған адам келіп жатыр да. Жерде ешқандай мусор жоқ. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай бір қағаз, бутылка, соктың баклажкасы, салфетка деген сияқты нәрселерін ешқайсысын кездестіре алмайсыз. Себебі бұл да бір енді мәдениеттің түрі шығар. Бізде енді бір 500 адамдық концерт болса, өздеріңіз білетін шығарсыздар, жерде влажный салфетка, темекінің қалдықтары, неше түрлі нәрселер қалып жатады. Бұл сөзбен мен не айтқым келді? Бұл сөзбен бізде бұйырса туристік нысандарымызды дамытсақ, біздің де мәдениетіміз өсет деген ойдамын. Біз концертпен, сондай шоу программалармен ғана қалып қойғанбыз. Шыны керек, мен ойымша осындай нысандарды дамытсақ, сол кезде адамдардың тәртібі де, мәдениеті де дамиды деп ойлаймын. Осылай Бурдж Халифаның әдемі көрінісімен сат жеп отырмыз. Бұның бағасы шамамен 7000 теңге. Мен алған түрін сол 7000 теңгеге осылай екі кішкентай бургер береді екен. Дәмі өте керемет, бірақ бағасына сәл кішкентай болып сияқты болып көрініп тұр, бірақ дәмі күшті екен. Өзгеше. Қазір отельдің таңғасына келдік. Мұнда сол барлық көпшілік отельде берілетін тағамдар, тек бір шама өзгешелігі, десерттері аздау екен десек болады. Бірақ мынаның өзі жетіп жатыр. Жалпы бәрі жақсы. Біздер қазір міне осылай мынаны екі жағын қыздырып алып жатырмыз. Сондай-ақ мына жерде фруктілер, қарбыз, ананас, шатаспасам салаттар, осындай оливкілері бар екен еще. Және тағамдар, қазір көрейік қандай тағамдар мына жерде. Гарнир, картоп, сосиска, енді біздер сосиска жемейміз, себебі білмейміз бұл жерде сосиска не пайдаланады. Горох бар екен, каша, сондай-ақ және грибы, жұмыртқа, күріш. Бұл жақтың күріштері енді ұзын болады. Және нан екен, френч тост дейді. Сондай-ақ қалау бойынша кофе мен шай ішуге де болады. Мұнда барлық қажеттіліктер жасалған. Хлопья, сондай түрлі тағамдар жеуге болады. Сүтпен, алма сусынымен су берілген. Осындай іштегі орындардан бөлек, осы сыртта да әдемі видпен тамақ жейтін орындар бар. Кез келгеніне отыра беріп, осындай әдемі табиғатпен, пальмалардың қасында завтрак ішіп отыра беруге болады. Карим Байк деген ол біздің Алматыдағы, Алматы Байк сияқты әрбір қала дамыған қалалар түсініп болады ғой. Бұл жақта өте көп кездесетін әрбір бұрышта осындай самокаттар мен велосипедтер көп орналасқан екен. Жолдың ар жағында көріп тұрғандарыңыздай, мына жақта Соба Рилти станциясынан шығып, ана жердегі DMCC бекетіне қарай жол жүріп бара жатыр. Негізі по плану бізде де осындай ЛРТ болу керек болған. Өкінішке орай бізде де Қазақстанда Алматыда ғана метро бар. Астанада қазір уже ЛРТ-ға халық мініп жүретін уақыт еді, бірақ өкінішке орай әрі қарай салынбай қалды. Біздің Алматыға да ЛРТ салады деп негізі жоспарлап отыр, бірақ шамамен қателеспесем әлі 10 жыл бар шығар оның жасалуына. Бірақ 10 жылдан кейін салса да өте жақсы деп ойлаймын. Негізі өте әдемі, бірақ оған да ЛРТ болу үшін де ЛРТ-дан қарап отыратын вид те әдемі болу керек шығар. Бізде вид қазақтар айдайтын Hyundai Sonata, Camry, жетпіс автокөліктері. Бұл жақта такси ғой қарапайым. Ресейде қазір соғыс болып жатқасын көп адамдар қашып кеткен, білесіздер, көп орыстар елден
көбісі осы Дубайға келіп алған екен. Осы жақта көп адамның бизнесі бар. Жалпы көшеден көптеген орыс адамдарды оңай кездестіруге болады. Орысша сөйлеп жатқанда кәдімгідей өзің түсінетін, өзің білетін тілді естіген кезде бірден байқайсың. Осыдан 3 жыл бұрын келген кезде ондай орыстарды кездестіру қиын еді, тек қана туристер болмаса. Ал қазір барлық жерде емін-еркін осы жақтың тұрғындары ретінде жүреді. Марина Бич жағалауына баратын жол. Осындай мосттан өтіп жатырық. Жаңа ана жерден лифтпен міндік. Бұл жақта лифттер жасайды екен. Бізде Қазақстанда осындай мосттардың үстімен, жолдың үстімен өтетін мосттарда лифттерін ешқайсы жасамайды десек те болады. Алдыңғы видеоларда айтып кеткенімдей, негізі бұл жақта жұмыстар өте көп. Жаңа артында кетіп жатқан жігіттер екеуі қол ұстасып бара жатыр, онда тұрған ештеңе жоқ. Олардың ойларынша ол достықтың қауіпті білдіреді. Әлемдегі ең үлкен колесо обозрения осы ЖБР-де орналасқан. Қазір біздер сол Марина Бичке бара жатырмыз. Марина Бич жақтамыз. Өте алып деңгейде. Нүс бауырлар. Что? TikTokқа шығады ғой бір лайкпен. Мынандай әдемі видте оларда фотоға, видеоға түсіп жатыр. Бізде қазір түсініп жатырмыз. Мына жақта Дубай қаласы. Мен қазір осы отельдің осы тренажерный залындамын. Барлық жағдай жасалған. Өте күшті. Осындай Дубай Маринаға қараған бетке қарай жүгіресің ғой. Сандалікпен айырып жүргенсің. Жүріп бара жатырмын. Біздер қазір станцияға қарай бара жатырмыз. Ол жақта Dubai деген супермаркет бар. Түрлі сувенирлер, сондай нәрселер сатылады. Соған бұйырса бара жатырмыз. Осы метрода. Алдарыңызда тұрған қонақ үйі. Әлемдегі жалғыз 7 жұлдызды қонақ үй. Біздер Day to Day супермаркетіне кірдік. Бұның ішінде киімнен бастап үйге керекті барлық керек жағырақтың барлығы сатылады. Бағасы шамамен Қазақстаннан сәл арзандау десек болады. Барлық туристер, Дубайға келген туристер осы жаққа келіп сувенир, сондай естелікке заттар алады. Және де Дубайдың өзінде көптеген точкалар бар, шамамен 10 шақты Day to Day'дің точкалары бар. Біздер қазір Оппасифтегі ең үлкеніне келдік. Day to Day'ден шықтық. Осындай бір пакетпен 42 дирхамға шықты. Барлығы қазір біздер осындай лейс жеп жатырық. Средний лейс. Шамамен бағасы 5 дирхам. 5 дирхам дегеніміз ол 600 теңгедей. Вкусы басқаша. Біздің Қазақстанда жоқ. American Style Cream and Onion деп аталады. Дәмі былай жақсы. Ұнады. Біздер қазір Дубайдан Абу-Даби қаласына бара жатырмыз. Сол жақта көптеген жерлерге сол экскурсия жасайтын боламыз. Абу-Даби қаласы Дубайдан 100 шақырым жерде орналасқан. Сол 100 шақырым жерге шамамен 1,5 сағатта жетіп келдік. Енді сіздерге мешітті көрсететін боламын. Саяхатымыздың предпоследний күні. Бүгін біздер Абу-Даби қаласына, яғни Абу-Даби Эмиратына саяхаттап келдік. Бұл қала Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы болып табылады. Және де осы Біріккен Араб Әмірлігінің жер көлемі бойынша 85%-ның көп бөлігін алып жатқан осы Абу-Даби қаласы. Бұйырса осы қалада экскурсия жасайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ең бірінші келген жеріміз бұл Шейх Заид мешіті. Осындай өте әдемі. Мен қазір Шейх Заид мешітінің ерлер дәретханасы жағына, яғни тахаратханасы жағына дәрет алуға бара жатыр мешітке кіруге. Осы уақытқа дейін сыртынан барлығы видео түсіріп, фото түсіп, сыртын ғана көрсетсе, мен бұйырса осы выпускта сіздерге сол мешіттің ішін көрсететін боламын. Жаңа кірген жерім
намаз оқуға арналған болса, ал үлкен осындай алаң кіруге болмайды екен, жақ қана осы жерден суретке түсіп адамдар кетіп жатыр. Іші өте әдемі, іші міне осындай екен. Басты мешіттің үлкен жеріне тек қана жұма намазы, айт намазы, тарауих намазы, тахаджуд намазы, сол сияқты ғибадаттар ғана орындалады екен, ал қалған құлшылықтар 5 уақыт намаз, сондай-ақ басқа да сүннет, уәжіп құлшылықтар орындалмайды екен. Ол 5 уақыт намазды оқуға арналған бөлек ар жағында мешіттің кішігірім бөлмесінде ғана оқылады. Жаңа көрсетіп кеткендей. Іші өте әдемі. Мен осылай әлемдегі ең әдемі мешіттердің бірін көргеніме өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға көру бұйырсын. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жақта көліктерге толық тонировка жасауға рұқсат берілген. Ал біздің Қазақстанда алдыңғы есіктерге жабыстыруға болмайды. Бір жағынан бұл жақта күн ыстық болғаны үшін де шығар. Абу Дабидегі Лувр деген музейге келдік. Ішіне кірген жоқпын. Сыртқы жағында осылай сусын ішіп, ыстық ауа райында рахаттанып жүрмін. Бұйырса сізді дәл солай осындай ыстық жерде рахаттанып жүргіңіз келсе, менің авторлық турым арқылы келсеңіздер болады. Бұйырса мамыр айында болады. Бұйырса күнін белгілеп Инстаграмда жариялайтын боламын. Сол үшін менің Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Қазір Ferrari парктеміз. Яс Молл торговый центрдің ішінде, сауда орталығының ішінде осындай күшті нәрселер бар екен. Бесплатный зонасында тегін аралап жүруге болады. Ішінде барлық сувенир, Ferrari'дің өзінің футболкалары, сондай брендированный заттар сатылады екен. Жаңа кешкі асқа осындай донерлер алдым Афган ресторанынан. Мына жерде көптеген ресторандар бар. Үнді ресторандар, Қытай, Филиппин, түр-түрін табасын, айналып жүр. Осы Алмас Лейк деген жалпы көлдің жан-жағынан. Бірақ бір өкініштісі, өкінесің ғой, жалпы общий Дубай бойынша деп айтайық. Жалпы шетелдерде қазақтардың мейрамханаларын сирек кездестіруге болады. Себебі, білмеймін себебі неде екен. Бәлкім өзіміз жалқаумыз немесе қорқамыз шетелден ашуға деген сияқты. Мысалға, өзбек ағайындарымыздың өзінде Америкада неше түрлі каждый штаттарында кез келген табуға болады. Өзбек тағамдарын, жалпы восточный тағамдарын. Ұйғырларда сондай. Кез келген жерден олар лагман хана аша алады, мысалға, кез келген мемлекеттен. Бірақ ойлаймын да, бізде де одан да күшті тағамдар бар ғой, мысалға. Енді қазір шүкір жайлап енді шетелдерге ашылып сөйтіп жатыр да. Менің ойымша кәсіпкерлер осы істі бастаса деп іштен ойлаймын. Осындай Дубайдан көптеген ресторандар ашса, біз барып сол жақтан тағам алсақ, біз болмасақ басқа адамдар қазақтың тағамдарын жеп көрсе, қызықса, сосын сол арқылы тағамына қызыққан адам еліне де келгісі келеді, елімізді келіп туризмімізді дамытса, ода тұрған жамандық жоқ деп ойлаймын. Енді шүкір қазір шафран, түрлі Алматы деген сияқты Дубайдың өзінде ресторандар бар, бірақ ойлап қалса екеу ғана да. Мен білетін бар, білмейтін бар, 2-3 ғана мен білсем. Бірақ үлкен Дубайға ол өте сирек, аз десек болады. Бұйырса өзім байысам, өзім ашам ба деп отырмын. Бұл жақтың бассейндері былай жақсы, орташа деңгейде, өте таза, сулары қайта-қайта ауысып тұрады. Және де мына жерде душевой бар, қасында тұрған үлкен тазалағыш, бассейнге жапырақ бірнәрсе түссе, бассейнді тазалайтын болады. Ішінде тағы 2 душевой комната бар, оның бірі ерлерге, екіншісі әйел адамдарға. Осындай бірінші қабатта орналасқан, осындай әдемі видте, мына жерде футбол ойын алаңы бар. Осындай биік ғимараттарының қасында осы жерге суға түсуге болады. Бұл бассейн қонақ үйіміздің бірінші этажында орналасқан. Бір дегеніміз, яғни ол біздше айтқанда екінші этаж, себебі бұл жақта бірінші этажды көп жерлерде G деп қояды. G деген бірінші этаж, бір, ол 2 әрі қарай кете береді деген мағынада.
Бүгін біздің елге қайтатын күніміз, бұйырса кешке дейін Miracle Garden деген жерде, яғни цветочный садқа келіп жатырмыз. Әлемдегі ең үлкен, шамамен 90 дирхам бір адамға кіру, теңгемен алған кезде шамамен 24 мың теңгеге, 25 мың теңгеге екі адамға алуға болады. Hold me closer, hold me fast, this magic spell you cast, this is la vie en roses. Осындай шөптерден піл жасап қойыпты, өте әдемі. Оның қасында Disneyland бар. Барлығы тоже гүлден жасалған толықтай. Өте әдемі. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Қазір жүрген Miracle Garden бағы әлемдегі ең үлкен гүлдер бағы болып саналады. Оның толық үлкендігі жалпы 72 мың квадрат метрді құрайды. Осындай ауқымды алқапқа гүл мен қала тұрғызу деген өте миға сыймайтын дүние. Дубайлықтар негізі номері 1 болудан шаршамайды. Мысалға, әлемдегі ең биік ғимарат Бурдж Халифа, әлемдегі ең үлкен колесо обозрения осында. Сол сияқты неше түрлі нәрселерден бірінші орын алады. Осы Miracle Garden'да әлемдегі ең үлкен гүлдер бағы болып саналады. Сондай-ақ әлемдегі ең қымбат қалалардың біріне енген, яғни үштікке енген Дубай қаласы, бұйырса мен ойымша Шанхай мен Пекиннен асып бірінші орынға да асып кететін сияқты. Бай қала дегенім бұл қаладағы, жалпы қаладағы миллионерлер, миллиардерлер бойынша Дубай әлем бойынша үшінші орын алады. Ал бірінші орында Шанхай мен Пекин. Қайда барсаң да суретке түсіп жатқан осындай үндістер. Бұл гүлдер бағында тамақ ішетін фудкорттар, сондай-ақ сусын, морожен сататын жерлер өте көп, және әлбетте осындай турецкий морожен сататын бір жер болады. Бұндай жерлер бояқта өте көп. Жалпы осындай түріктердің морожен сататын жері әрбір қалада бар десек те болатын шығар. Бұл жерде түрлі киімдер мен сувенирлерден басқа осындай ойын алаңдары да бар. Әдемі, кішкентай балаларға арналған, бірақ бұл әрине фотоға төлегенмен бұның барлығы ішіне кірмейді. Мына жерде әр қайсының өзінің бағасы бар. Бізде сәл уақыт шектеулі болып қалды. Әйтпесе мына жерде 4-5 сағат жүрсең де жалықпайды екенсің. Өте әдемі. Көзің тояды, жан-жақтың бәрі осындай үлкен ағаштармен қоршалған. Ал соның араларында енді айта алмаймын неше түрлі гүлдер көрдім. Өмірімде көрмеген гүлдерді көрдім. Келесі жолы бұйырса міндетті түрде жақсылап қыдыратын боламыз. Бәлкім бізбен бірге сіз де қыдыруыңыз мүмкін. Мен Instagram парақшама жазылыңыз. Алдағы Дубайға болатын авторлық турыма сіздерді шақырамын. Осы паркке де келетін боламыз бұйырса. Жалпы бұлардың енді паттаулық басы дейді мына жерде деген енді ауқымды үлкен бақ болғаннан кейін мынандай аяқталады дегенде ғой, шаршайсың деген. Мынандай қойып қойыпты ғой енді, мынау енді потолок қой енді. Төлейсің, отырасың, аяғыңа, денеңе массаж қарай қайттан аралап кете беруге болады. Өте күшті. Осымен біздің 5 күндік Дубайдағы саяхатымыз аяқталды. Отбасымен бірге жүргеннен кейін кейбір кездерде видеоға түсуге мүлдем уақыт болмады. Жағдай болмады десек болады, әйтпесе бұдан да ұзақ видео шығарым еді. Бұдан да қызықты, бұдан да әдемі жерлерді бұйырса менімен бірге тур арқылы көре аласыздар. Барлық турлар жайлы мен Instagram'нан көріңіздер. Instagram төменде белгілеп кеттім. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.